Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен түрк халқының пиде деп аталатын тағамның рецептімен бөлісемін. Көрінісі пиццаға ұқсағанмен, бірақ дәмі өте ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі маған қатты ұнады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз. Үстінен жылы су құямыз. Шым-шым тұз салып, 1 шай қасық ашытқы саламыз. 1 ас қасық сұйық май құямыз. Үстінен електен өткізілген ұнды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды жақсылап илеп, иін қандырамыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болу керек және осындай бір тегіс болу керек. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Газге табамызды қойып, жақсылап қыздырып аламыз. Үстінен сұйық майды құйып, май қызғанша күтеміз. Үстінен тартылған етімізді салып, жақсылап араластырып, қуырамыз. Қақпағын жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Ешқандай су қоспаймыз. Қуырылу барысында еттің өзінің суы бөлініп шығады. 5 минуттан кейін қақпағын ашып, және бір рет араластырып, қуырып, бетін тағы 5 минутқа жауып қоямыз. Енді арасына салатын көкөністерімізді тураймыз. Ең бірінші болгар борщынан бастаймыз. Менде қатырылған, мұздатқышта сақталған 3 түрлі болгар борщы: сары, жасыл және қызыл. Өте ұсақтап майдалап тураймыз. Егер сізде блендер болса, сонымен ұсақтауға болады. 1 тіше чеснокты да өте ұсақ етіп тураймыз. Үлкендеу ыдыс салып, қуырылған етімізді саламыз. Үстінен көкөністерді саламыз. Болгар борщы және чеснок. Жарты шай қасық қара бұрыш, жарты шай қасық тұз және шым-шым зира салдым. Ұнатпасаңыздар қоспауға болады. Свежий помидор қосқан жақсы, бірақ менде болмағандықтан консервідегі помидорды үккіштен өткізіп салдым. Біздің қамырымыз көтеріліп қалды. Үстелдің үстіне ұн сеуіп, қамырды жақсылап жұқа етіп жаямыз. Қамырды сопақша ұзынша етіп жайып шығамыз. Қамыр жұқа болып жайылу керек, себебі құрамында ашытқы болғандықтан пешке салғанда көтеріліп кетуі мүмкін. Қамырды жайып болған соң, противень үстіне пергамент қағаз төсеп, оның үстіне қамырымызды қойып, салмамыздың бәрін салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Салмасын салып болғаннан кейін, қамырымыздың шет-шетін осылай бүгіп қайырып шығамыз. Бұлай жасау міндетті емес, тек қана екі жағын салмасына қарай қайтарып қоюға да болады. Бастысы салма шығып кетпейтіндей болса болды. Жетпеген жерлеріне осылай қасықпен торлап, салмамызды бір тегіс етіп жайып шығамыз. Бір жұмыртқаның сарысын осылай шет-шетіндегі қамырларға бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді алдын ала қыздырылған пеште 200 градуста 20 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, осымен біздің пиде дайын. Дәмі пиццадан ерекше екен, өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лүпіл басқандарыңызға рахмет.